жаңағы асық ойындар түрлері көп. Соның бірі ханталапай. Ханталапайды тек үлкендер мен кішілер емес, оны деген ұлдар да, қыздар да барлығы бірлесіп ойнай беруге болады. Ханталапай ойынын көбіне қысты күні үйдің ішінде отырып ойнайтын болған екен. Жаңағы асықтың түрлерін білесіздер, балалар? Асық былай түссе бізде алшы, былай түссе тәйке, былай түссе үп, асан түссе шөп деп аталады, білесіздер ме? Бәйгеге түсіп жарыспай, жүйріктің жағы жанарыма. Білім мен өнер жарысып, тәрбие тәлім табарыма. Бұл бәйге ойдың бәйгесі, күн жүйрік ойға сол алда дегендей балалар. Бүгін біз ең жүйрік баланы таптық.